Қайырлы күн қыздар. Біз сіздермен бүгін өте нәзік, өте дәмді, керемет пюре жасаймыз. Ол үшін алдымен картопты қабығын аршып, суға пісіріп аламыз. Піскен картопымыздың түбінде кішкене ғана суын қалдырып, блендермен жақсылап еземіз. Осыдан соң картопымызға кішкене ғана сары май саламыз. Және бір ас қасықтай майонез саламыз. Егер үйіңізде майонез болмаса, қаймақ салуға болады. Осыны тағы да блендермен жақсылап араластырамыз. Егер сізде блендер болмаса, шаншқымен, не болмаса, тағы да басқа құралдармен картопымызды езіп алуға болады. Блендермен езіп алған соң, егер болса, миксермен жақсылап араластырамыз. Пюрені миксермен араластырсаңыз, пюрелеріңіз воздушный боп, жақсы боп шығады. Енді осы пюремізді миксермен араластыра отырып, үстінен 30 миллиграммдай сүт құямыз. Және шым-шым тұз саламыз. Тағы да миксермен жақсылап араластырамыз. Міне біздің пюреміз дайын. Жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайды. Назарларыңызға рахмет. Пюре ұнаса, комментарий жазыңыздар.